Бүгінгі оқиғамыздың басты кейіпкері ешқашан үй жануарын ұстамаған. Алайда оның есігінің алдына көше жақтан мысық келгенде, оның мысықты үйге кіргізбеуге дәті бармады. Мысық одан көмек сұрағандай әсерде қалдырған. Көмек сұрап келген тіршілік иесінен қалай бас тартуға болады? Мысық көшеде қаңғып жүрген жабайы жануар деуге тура келмейді. Ол адасып кетіп, өз үйін көптеген үйлер арасынан таба алмай жүргенге ұқсайды. Үй егесі оны осында түнеуге қалдырайын, ал таңертең оны егесін табуға көмектесемін деп шешеді. Ал мысық бұл үйге бірден үйреніп кетті. Ол өзін өте сабырлы ұстап, еш қарсылықсыз өзін сипалатты. Мысық өзінің қайда бара жатқанына, бұл үйдің егесінің жақсы адам екенін білгендей. Ертесіне жігіт мысықтың егесін табуға көмектесу үшін көршілеріне кіріп шыға бастайды, бірақ олардың ешқайсысы мысық туралы білмейді. Тіпті мысықтың сырт келбетін баяндап бірнеше жарнама беріп көруге де тырысты, бірақ нәтижесіз. Егесін таба алмағасын жігіт оны сыртқа тастай салуға батылы бармады, оның үстіне мысыққа да үйреніп қалған болатын. Осылай мысықтың осы үйдегі тағы бір түн өтеді. Ал таңға таман жігітті тосынсый күтіп тұрған болатын. Сөйтсе мысық үш бірдей кішкентай мысық туыпты. Жігіт бұл өзгерісті сабырлықпен қабылдап, дереу арада ветеринарды шақырады. Ветеринар оны сабырға шақырып, уайымдайтын ештеңенің жоқ екенін айтады. Жігіттің көбейген мысықтарын жануарларға арналған баспанаға беретін ойы болған жоқ. Керісінше мысықтар санының көбейгені оны қатты қуантты десек те болады. Оның үстіне балалар үшін қауіпсіз орын табуға тырысқан ана мысықты қалай сыртқа лақтырып тастауға болады. Мысық қанша адамдардың арасынан тектен-тек бұл жігітті таңдаған жоқ қой, өйткені мысықтар мейірімді адамдарды жақсы сезеді. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар